Құрметті әріптестер, бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған алтын тұғыр олимпиадасының есептерін талдаймыз. Бірінші сан, екінші саннан 2020-ға артық, үлкен сан кіші санның 6 есесіндей. Осы екі санның қосындысы нешеге тең болады? Теңдеу құрастырып көрейік. X пен 2020-ның қосындысы 6x-ке тең. 6x пен 1x-дің айырмасы тең 2020. 5x тең 2020. X-ті табу үшін 2020-ны 5-ке бөлеміз, 404. Демек, кіші сан 404-ке тең. Ал енді осы 404-ке 2020-ны қосқанда 2424. Бұл үлкен сан. Ал енді екі санды қосамыз. 2424 пен 404-дің қосындысы 2828. Есептің жауабы С нұсқасы 2828. Келесі тапсырма. 8 пен 5 340-қа тең. Яғни мұнда белгілі бір заңдылық бойынша есеп берілген. Сол заңдылықты пайдалана отырып 7 мен 5-дің 5 саны қандай санға тең екенін табуымыз қажет. 8 мен 5 340-қа тең деген, яғни мұнда 8 мен 5-дің айырмасы 3, 8 мен 5-дің көбейтіндісі 40. Сол осы есептердің мәнін біріктіріп жазған, яғни 340 деп. Келесі 9 мен 4-дің айырмасы 9 мен 4-дің көбейтіндісі берілген, сонда мәні 536 болып тұр. Келесі 7 мен 2 саны 514-ке тең деген. Олай болса 7-ден 2-ні азайтқан, 7-ге 2-ні көбейткен. Содан 514 деген сан шықты. Ал енді 7 мен 5 қандай санға тең? Ол үшін 7-ден 5-ті азайтамыз, 7-ге 5-ті көбейтеміз. 235. Демек, есептің жауабы Б нұсқасы 235-ке тең. Келесі тапсырма. Сиқырлы шаршының жол, баған, диагонал бойындағы 3 санның қосындысы 42-ке тең. Зерделі деген әріптер қандай санға тең деп тұр. Олай болса, біз бірінші мұнда дыбысының әрпінің орнында қандай сан бар екенін табу үшін 42-ден 22 мен 6-ның қосындысын азайтамыз. 14. 14-ке тең. Енді D-ны табамыз. 42-ден 18 мен 14-дің қосындысын азайтамыз. 10. D 10-ға тең. Ал енді жоғары бөлікке назар аударамыз. Z пен R-дің орнында қандай сан бар екенін табуымыз қажет. Олай болса, біз 42-ден 22-ні азайтсақ, Z пен R-дің қосындысы 20-ға тең. Ал 42-ден 6-ны азайтсақ, I мен L-дің орнында сандарының қосындысы 36-ға тең болып тұр. Олай болса, біз Z-дің орнына 8-ді, R-дің орнына 12-ні қойып көреміз. Сол кезде барлығының қосындысы 42-ге тең болып тұр. Яғни баған бойынша. Ал енді I-дің орнына 16-ны, L-дің орнына 20-ны қойып көрсек, мұнда да 16-ға 6-ны қоссақ 22, оған 20-ны қоссақ. Ал енді барлық әріптердің орнында сандарды қойып қосып көрейік. 8-ге 14, оған 12, 10, 14, 20, 16 деген сандарды қосқанда 94 деген сан шығады. Демек, зерделі 94-ке тең. Келесі тапсырма. 3, 6, 13, 14, 18, 20, 30, 40 сандардың ішінен қосындысы 9-ға бөлінетін 6 санды таңдап алудың неше түрлі тәсілі бар. Бірінші тәсіл 3 пен 6-ның қосындысы 9-ға тең. 6 мен 30-ның қосындысы 36-ға тең. 13 пен 14-дің қосындысы 27-ге тең. 14 пен 40-ның қосындысы 54-ге тең. Яғни осылардың барлығының мәні 9-ға бөлінеді. Демек, D нұсқасы 4 тәсілі бар. Келесі, асханаға 400 грамм ұн алып келді. Бұл әкелінген қанттан 2 есе көп. Асханаға неше килограмм қант алып келген? Яғни, ұн 400 килограмм болса, бұл қанттан 2 есе көп деп тұр. Олай болса, қант ұннан 2 есе аз деген сөз. Олай болса, 400-ді 2-ге бөлеміз, 200 килограмм қант болады. Келесі тапсырма. Суреттегі соңғы тараздағы бір алмұрт қанша мандаринге тең? Мұнда бір алмұрт 2 алмаға тең болса, ал 2 алмамыз біздің 6 мандаринге тең. Олай болса, бір алмұртымыз 6 мандаринге тең деген сөз. Назарларыңызға рахмет.